Hayırlı kun dostlar, menin kanalıma hoş geldinizler. Bugün men sizlerge Jappasay atты tağamın jasap көрсөтөтүн боламын. Осы рецептпен жасасаңыздар өте ерекше дәмді Jappasay тағамы жасалып шығатынына сөзсіз сенімді болып айта аламын. Бізге керегі мына жерде барлық заттарымызды дайындап алған едім. Қызып тұрған тапамызға көз мөлшермен майымызды құямыз, жақсылап бір қыздырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Қызып тұрған майымызға етімізді саламыз да бір қызартып қуырып аламыз. Егерде қаласаңыздар кішкене көбіктап турасаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан үлкенде қып турап алдым. Енді кезекте бір дана пиязымызды осылайша турап аламыз да ортасынан бөліп кішкене төрт бұрышты етіп турап аламыз барлығын. Пияздарымызды турап алғаннан соң бір шетке ыдысымызға салып қоямыз туралған пияздарымызды. Дәмі өте керемет болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Piyazlarımızı turap болғаннан соң қуырылып жатқан етімізді бір-екі аударып аламыз. Осылайша өз сөліне жақсылап қуырып аламыз етімізді. Енді кезекте сәбізімізді аламыз. Менде бір дана сәбіз, үлкендеу сәбіз. Осыны енді төрт бұрышты етіп турап аламыз. Ортасынан бөлеміз де ұзыншақ етіп турап, енді кішкене төрт бұрышты етіп турап аламыз. Барлығын турап алып, bunu da bir şetke ыдысымыздың bir шетіне салып қоямыз. Сәбізімізді салып болғаннан соң менде 2 дана картоп, сол картоптың ортасынан бөлемін де, бұны да төрт бұрышты тәріздес етіп турап аламын барлығын. Kartopumды турап болғаннан соң және де қазанымды бір қозғап көрейін деп қарасам, уже қызарып қапты етіміз. Осыны бір жақсылап қозғап аламыз да туралған пиязымыз бен сәбізімізді үстінен саламыз. Осылайша етіп жасап көріңіздер, өте керемет әрі дәмді болып шығатынына сөзсіз сенімді болып айта аламын. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз осылайша. Енді кезекте дәмдеуіштерімізді да саламыз үстіне. Менде кинзаның ұнтағы, қара бұрыш және де дәміне қарай тұзды саламыз.
жарты ас қасық паприканы да саламыз да бір араластырып алып үстіне суымызды құямыз да лабыр жапырақтарынан 3-4 данасын салдым. Суымызды құямыз да 5-10 минутқа жақсылап бір қайнатып аламыз етімізді. Етіміз қайнап піскенінше қамырын илеуге көштім. Менде мына жерде бір кесе суымызға тұзды саламыз да осылайша етіп бір жұмыртқаны салып жақсылап араластырып тұз ерігенше араластырып аламыз да осыған қамыр илейміз. Үлкендеу бір зуала қамыр қылып илеп аламыз. Осыны енді 5-6 адам тоятындай болады. Осы тамаққа жасап көрсеңіздер, үстіне сол кесе судың үстіне қарай ұнды салып жақсылап араластырып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз басы біріккенінше. Одан кейін қолдың күшімен жақсылап бір келкі қамыр қылып илеп аламыз. Осылайша үйін қандырып жақсылап илеп алған қамырымыздың бетін жауып қоямыз да бір шетке тындырып қоямыз. Енді кезекте менің қамырым тынып болды. Осыны екіге бөлемін. Екіге бөліп кішкене зуала қылып жаямын. Қаласаңыздар осылайша етіп бір зуаланы жайсаңыздар болады. Мен осындай кішкене зуалаға бөлдім де екі қамыр қылып жасадым. Осыны жақсылап жайып аламыз оқтаудың көмегіменен. Кәдімгі 5 бармақтың қамыры сияқты жайып аламыз. Жайма қамырдың қамыры сияқты қылып жайып аламыз жұқа етіп. Қамырымызды жайып болғанынша қазанымызға жаңағы туралған картобымыз бенен болгар бұрышын осылайша етіп саламыз. Егер сізде болгар бұрышы болмаса, салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, картобы піскенінше қайнатып қоямыз. Менің қамырым жайылып болды. Осының үстіне енді сұйық майды құямыз да барлық шетіне шөткінің көмегімен жағып шығамыз майымызды. Осылайша етіп барлық шетіне жағып қамырымыздың құрғақ жері қалмастан шөткінің көмегімен жайып аламыз осылайша.
Майымызды жағып болғаннан соң менде пиццаның кескішімен осылайша етіп 3-4 бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Егер бұндай кескішіңіз болмаса, пышақтың көмегімен кессеңіздер де болады. Осылайша барлығын кәдімгі қамыр сияқты етіп кесіп аламыз. Үстелдің үстінде кесіп алған өте ыңғайлы. Осылайша етіп барлығын шетінен кесіп 4 бұрышты қылып кесіп аламыз. Енді кезекте жаңағы салмамыздың бетіне жаңағы майланған қамырларымызды салып шығамыз. Бірінші қабатына бетіндегі майы жағылған қамырымызды бетіне қаратып салып шығамыз реттеп. Бір қатарын осылайша етіп теріп шығамыз. Екінші қатарын май жаққан бетін астына қаратып қоямыз. Сол кезде қамыр бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Барлық шетіне жеткізіп, осылайша етіп жауып шығамыз. Мен бір зуаламды бірінші осылай жасап көрдім, екіншісін тағы да жеп болғаннан соң екіншісін жасадық. Осылайша етіп жасасаңыздар болады. Барлық шетіне жеткізіп 35 минутқа бұқтырып қоямыз да, сол кезде қамырымыз салманың суы менен буына әдемі болып жұмсақ болып пісіп шығады. Осылайша етіп барлық шетіне жеткізіп жауып шығамыз қамырымызды. Бүкіл қамырды осылайша етіп жауып қойсаңыздар болады. Бұқтырып 35 минутқа осылайша бетін жауып қоямыз. Міне менің қамырым дайын болып шықты. Енді осылардың барлығын біртіндеп алып осылайша ыдысымызға теріп шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады дәмі. Отбасыларыңызға де ұнайды деген ойдамын. Дәмі тіл үйретін дәмді тағамдардың бірі деп айта аламын. Осылайша барлығын бір шетінен салып теріп шығамыз ыдысымызға. Осылайша қамырларымызды теріп болғаннан соң астындағы падлифін ортасына құйып шығамыз. Барлық шетіне жинап ортасына құйып шығамыз да суын жан-жағына жеткізіп құйып шығамыз. Қамырдың бетіне құйып шықсаңыздар болады падлифтің суын. Бетіне аз ғана көк пиязы турап осылайша салып қонақтарға ұсынсаңыздар да, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар өте керемет болып шығады. Менің тамағым дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.